Қорықпаймын ешкімнің өсегінен, біреу маған жамансың десе күлем. Кім біледі жәннатқа мен кірермін, ғайбаттаған жандардың есебінен. Өмірде ең жаманы көңіл қалу екен. Ренжітсе де, өкпелетсе де кешірерсің. Ал бірақ көңіліңді қалдырса, оны орнына келтіру үшін біраз уақыт қажет. Аллаға қарап, менде қиыншылық бар деп айтпа. Керісінше, қиыншылыққа бұрылып қара да, менде Алла бар деп айт. Байып кетсең байлыққа көп құнықпа, жүректегі иманыңды суытпа. Ей бауырым, сол байлықты Алланың өзі беріп, өзі аларын ұмытпа. Адамдар неліктен барлық жақсылықтарды есінен шығарып, жамандықтарды ойында сақтайтынын білесің бе? Себебі, жақсылық жүректе тыртық қалдырмайды, ал жамандық қалдырады. Егер бақытты өмір сүргіңіз келсе, адамдар мен нәрселерге емес, мақсатқа тәуелді болыңыз. Тектіден қыз алсаң, ошағың өшпейді. Жиынның ішінде сөзіңді білмейді. Тексізден қыз алсаң, басыңа өрлейді. Санасыз, сабырсыз, айтқанға көнбейді. Ертең өлетін сияқты өмір сүр. Мәңгілік өмір сүргіңіз келетінін біліңіз. Көптеген адамдар 40-50 жылдан кейін жаңа ақпаратты үйренудің немесе игерудің қажеті жоқ деп санайды. Олар кезінде жинақталған тәжірибені білу және қабілетті болу жеткілікті деп санайды. Өзіңнен жоғары өсу ешқашан кеш емес. Әйтпесе, өмірге деген талғам мен қызығушылық жоғалады. Кешіру қабілеті күштінің қасиеті. Әлсіздер кешірмейді. Сізді ренжіткен адамды кешіріңіз. Өзіңізді ауыр ойлардан, ал оны ықтимал жаудан босатыңыз. Екі қабір қазудың қажеті жоқ. Кек алудың қажеті жоқ. Жақсылықты, сүйіспеншілік пен нәзіктікті қалыптастыру керек. Бақыт дегеніміз сіздің ойлағаныңыз, айтқаныңыз бен жасағаныңыздың үйлесімді болуы. Адам кірпіш секілді, күйген сайын қатаяды. Адамның жақсы өмірінің негізі адал еңбек, ақыл ой, шынайы жүрек болуы керек. Міне, бәріне билік ету үшін 3 сапа керек. Оларсыз өмірде бейбітшілік пен келісім таба алмайды. Құс қанша биікке ұшса да, табатын рыздығы жерде. Адам қанша тәкаппар болса да, баратын жері көрде. Торғай тірісінде құмырсқаларды жейді, ал өлгеннен соң құмырсқалар оны жейді. Бір түп ағаштан миллиондаған сіріңке жасалады, ал миллиондаған түп ағаштарды өртеуге бір тал сіріңке жетіп жатыр. Жағдайлар кез келген сәтте өзгеруі мүмкін. Сондықтан бұл өмірде ешкімге көлеңкеңді түсіруші болма. Бәлкім, сен бүгін мықты шығарсың, бірақ уақыт сенен де мықты. Алла сенің түріңе, байлығыңа, атағыңа емес, жасаған амалыңа қарайды. Жұмсақ сөз тастан да қатты жүректі жұмсартады. Қатты сөз жібектен де жұмсақ жүректі қатайтады. 3 нәрсе қайта келмейді. Айтылған сөз, өткен уақыт, жоғалтылған сенім. Алланы ұмытпа, ата-ананы ұмытпа. Тамақ біреудікі болғанымен, қарын өзіңдікі екеніңді ұмытпа. Алған қарызыңды уақытылы қайтаруды ұмытпа. Ұмыт, Алла разылығы үшін берген садақаңды ұмыт. Біреуге істеген жақсылығыңды ұмыт. Сақтан, аманатқа қиянат етуден сақтан. Барлық кезде тіліңнен сақтан. Құлақ екеу, ауыз біреу. Ол не үшін бұлай? Көп тыңдап, аз сөйлеуге жаратқан оны Құдай. Ауыз біреу, көз екеу. Ол не үшін бұлай? Көп көріп, аз таңдануға жаратқан оны солай. Ауыз біреу, қол екеу. Ол не үшін бұлай?
көп жұмысшы, аз жеуші, жаратқан оны солай. Бақытты іздеп табамын деп, бай балам салмай-ақ қойыңыз. Өйткені бақыт деген сіз. Тек оған жету үшін барлық қырыңызды тануыңыз керек. Алла тек қана жақсылықты көретін көз берсін. Тек қана жақсы сөздерді еститін құлақ берсін. Барлық жамандықты кешіре алатын ақыл берсін. Ағашты кесетін балта, балтаның сабы ағаш. Реніш кетеді, ашу басылады, бірақ көңіл күй баяғыдай болмайды. Қарны тойса қалғып сала бермейтін ұрпақ керек. Ақылды адамға ең ауыр жаза мақтай беру. Өзіңді өзің өз бойыңнан биікпін деп ойламау да биіктік. Өмірден сыйлықтарды күткенше, өміріңізді өзіңіз жасайтын уақыт келді. Қымбат уақытыңды арзан нәрселерге жұмсамаңыз. Адам өз ойларының жемісі. Ол туралы не ойлайды, солай болады. Сіз әрқашан өз ойларыңыз бен сөздеріңізді жағымсыз сөздерден тазартуға тырысуыңыз керек. Көңіл күйіңнің кілтін ешкімге алдыртпа. Сонда өз еркің өзіңде болады. Жалғыздықта ойыңа, достарың арасында тіліңе, отбасың ортасында сөзіңе ие бол. Ескекті қолдана алмасаңыз, қайықты ауыстырудың қажеті жоқ. Қартаю қиын емес, ес жию қиын. Кейде қолда бардың қадірін білмей, оны іздей береміз. Өзі үшін өмір сүрген адам ешкімге ештеңеге дәлелдеуге тырыспайды. Ал өзге үшін өмір сүрген адам үнемі біреуге бірдеңе дәлелдеу үшін барын салады. Армандарыңның орындалуына бір ғана кедергі бар. Сәтсіздіктерден қорқу. Өзі жайлы айтар әңгімесі жоқтар өзгені сынайды. Бәрін өзім ептеп кетемін деу қате пікір. Бірақ менсіз ештеңе істей алмай қалады деуде одан өткен қате пікір. Арсыздық дегеніміз өз кінәсін аңғармай, өзгенің қатесімен санасу. Ешкімге басыңа шығуға мүмкіндік берме. Себебі бір адам басыңа шықса, оның соңынан тағы жүздегені кезекке тұрады. Өзгеге я деп, өзіңе жоқ деме. Еріккенде қызыл тілін тыймаған бір бәлеге жолығар. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі контентті қолдай отырыңыз. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Арнама жазылып, қоңырауша батырмасын басып алыңыз. Сол кезде күнделікті шығып отырған аудиоларымды уақытылы тыңдай аласыз. Аман, сау болыңыз.